Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Көптен бері осылай видео түсірмегеніме де көп болып кетті. Уже қалай түсірерімді білмей, былай қарап камераға бәрін жасадым әйтеуір. Сонымен не керек, күнделікті өзімнің фирменный тамағымды жасап жатырмын. Негізі осындай күн ыстықта бар ғой, дайын тамақтарға заказ беріп тастағым келеді, бірақ өкінішке орай бізде ауылда ондай мүмкіндік жоқ қой. Сондықтан өзімнің қой деп тамақтарымды істеп жатырмын. Бүгін менде осындай ерекше тағам. Өзім қамыр жаюға еріндім да, дайын жаймен жасай салдым, бірақ дәмі күшті болды. Айтпақшы, егер де сіздер қалада тұратын болсаңыздар, немесе қалаға қыдырып барып жүрсеңіздер, сіздерге Яндекс.Едадан заказ беруді ұсынамын. Өйткені бұл жерде қазіргі таңда жеңілдік болып жатыр. Яғни сіз менің промокодымды пайдаланып, осы промокодты пайдаланып, яғни экранда көрсетілген 5000 теңгеден аса заказ беретін болсаңыз, бірінші заказыңызда небәрі 5000 теңгенің орнына 2500 теңге төлейтін боласыздар. Осы промокодты пайдаланыңыздар, міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Енді бұл Алматы, Астана, Шымкент қалаларына ғана тиесілі, сондықтан осы промокодты сақтап алып жақындарыңызға бөліссеңіздер болады. Немесе өздеріңіз қыдырып баратын болсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Негізі қалада мүмкіндіктер көп қой деймін да. Осындай күнсіда тамақ істемей заказ бере берсеңіздер болады. Промокодты әдейі осы экранға қалдырып кеттім, сіздер сақтап алсыншы деп. Ал өзімнің тамағыма келетін болсам, міне осылай дайын жайман сала салдым, үстіне суды құя салдым. Бірақ күшті болып дайындалады екен. Мен бұлай бірінші рет жасап жүрмін. Негізі постоянно қамыр жайып жасаймын ғой. Күнсі болған соң қамыр жаюға да желание болған жоқ, бірақ мен балам білесіздер, қамыр жақсы көреді, сондықтан осылай жасадым. Вот қараңыздар, вообще күшті болып бізді. Өзінің кішкене бойында соусы да болды, соустың барлығы неғып қалған жоқ. Осы қамырларымды әдемілеп салып алайын деп жатсам, балам тамақ деп жүгіріп келді мына жақтан. Қамырларымды әдемілеп салып видеоға түсіріп алайын, тұра тұр десем, балам таңдамайды. Осылай жүгіріп келіп алып, қамырларды алам деп, сонымен бір қамыр жұлып алды. Ақырында оны тарелкаға салып бердім, столға барып ысылай өзі жеп алды. Мұздатуға да уақыт болған жоқ. Видео түсіріп алайын, фото түсіріп алайын, тұра тұр дегенің оған қызық емес қой. Сонымен үшін балам өзінің қамырын жеп алды. Мына қараңыздар, осылай күшті тамақ болды. Енді жеңіл, оңай, ерекше. Ал барлықтарыңызға ас болсын, промокодты қолданыңыздар.